Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге сүзбе, яғни творогтың жасалу жолымен бөліскім келіп отыр. Сіздермен екі түрлі нұсқасымен бөлісемін. Бірі майы алынбаған сүттен жасалған майлы творог болса, екіншісі майы алынған сүттен жасалған диеталық творог. Менде өзімде сауын болғандықтан мен 10 литр сиырдың сүтінен көрсетемін. 10 литр сиырдың сүтін бөлме температурасына жылы жерге бір түнге қалдырған кезде сүтіміздің көк суы бөлініп, осылай бетіне шығып қою болады. Осы қоюланған сүтімізді арнайы табақшамызды алып, бетіне бөз матамызды төсеп, не болмаса 2 қабаттап марля төсесеңіздер болады. Осы қалташаға ұйып тұрған сүтімізді құйып, 4-5 сағатқа толықтай суы тартылғанша іліп қоямыз. Сол кезде біздің майлы творогымыз дайын болады. Егер де сіздер майы алынған диеталық творог жақсы көрсеңіздер, онда осылай арнайы сепаратордың көмегімен майын алсаңыздар болады. Егер сепараторларыңыз жоқ болса, онда сауылып келген сүтті 3 литрлік, 2 литрлік банкілерге құйып холодильникке қоясыздар. Сол кезде ол қаймағы бетіне шығып, сол қаймақты қасықтың көмегімен алып, сол сүтті бір түнге бөлме температурасына қойсаңыздар, дәл осылай ұйып, сол ұйыған сүтіңізді қалташаға құйып 4-5 сағатқа іліп қоясыздар. Сол кезде сіздің майы алынған диеталық творогыңыз дайын болады. Астарыңыз дәмді болса, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.